Сас вақаларақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Леноза Борсейтова чалышам. Хайрлы ақшамлар. 800 меселе чözілді. Бізде назирлер тешкерувлері кечкен сон подъездімізде базы бір шейлеріні темізлеп башладылар. Керіч Қырым елбашчысы берген авалейлерінің 1/3 пайыны эда етті. Ерде ковид. Өлілер шымдылық олмады, ағырлық орта дәрежеде. Ағыр хасталар чоқ дегіл. Бақчысарайның меркези район хастаханесінде кенеде ковид хасталарını қабул етіп башладылар. Тамир етілежек ер чоқ. Біз үміт етеміз ки бізде мұнда ерші яқшы олыр. Яңы донатма олыр хастахане деңішер. Ақши қасабасы район хастаханесінде капиталь тамират девам ете. Қырым саясетчісі Веджемат Эрбабы Борис Дейч 84 yaşında vefat etті. O 2002 seneden 2006 senege de Қырым Yuqarı Şurasының yolbaşçısı еді. O staziyelerini Cumhuriyetінің yolbaşçısı Sergey Aksyonov bildirdi. Bu buyuk gayip, Kırım'nın en belli, tecrübeli ve itibarlı siyasi ve cemaat erbaplarından biridir. O bizim Cumhuriyetimizin inkişafı ve bizler, Kırımlılar için çok şey yaptı. Boris Davidovich Ahta hatıra yüreklerimizde ebediyen kalacak. Суы қызған дам, бозуқ yol ескірген су борулары. Алуштада назирлерінің тешкерулері девам ете. Мақсатлар дігер шерлерде олғаны кебі меселелеріні айны шу ерде анықламақ ве оларының чезілу yollarını тапмақтыр. Мевзуны да Учахалов девам ете. Энді 43 yıldan берлі Галина Захарова Пионерская соқағында ерлешкен evde яшай. Binanın ok tarafında çatlaklar бар. Kvartiralar arasında erşey eşitili. Bu meseleler yerlilerini çoktan berli rahatsızlay. Ama en büyük mesele bu evnin azbarındaki yol. O hem maşinalar için hem de adamlar için hakiki sınavga çevirili. Keçмектің чаресі yok, не мектепке, не балабақчасына машиналарны өзіңіз көресіз, әжелі ярдым машиналары да зорнен кечелер. Yakın yerleşken evlerde yaşagan komşular da böyle yol meselesine rast kelelер. Böyle enişli yokuşlu yollardan katnagan maşinanın tamiratı pahalıga tüşe. Бізге бір кімсе машинанен келсе, әр вақыт оның түбі ерге тие. Evimizдің etrafındaki yollardan не жаяв, не де машинанен жүрмекнің чаресі бар. Бала әр вақыт сүрініп йықыла. Аяқлары семсия, біраз тайғала қолғанда епсі қомшылар йықлайды. Аяқларыны сындырғанлар да oldu. Алуштада çıkış işinin formatı deniştirilmedi. Nazirler sakinlerinin konuşa, meselelerini belgileyler. Olar Ahta memuriyet vekillerini haberdar eteler ve Kırım yolbaşçısının müşavere geçirilmesine isabatlar hazırlaylar. Все профильные министерства. Епысы профиль назирликлер чықтылар. Чершембе күніне тек ось меселелеріміз бойынша çalışмақтан ғайры. Сакинлернен де көрішеміз. Бір назерге белі бір евлер айрыла. Ерлі адамларнен, идаре етіжі шirketlerinin векіллерінен көрішеміз. Мескен коммуналь хожалық черчевесінде olған meselelerini muzakere etemiz. Ama sakinler vaqt subet etmege istemeyler. Nazirler memuriyet vekillerinin berge meselelerini özleri tapkan allarda ola. В пятницу мы осматривали. Cuma күні біз Гласскритского кебі адреслеріні айланып чықтық. Бүгін біз 15 апрель соқағындан башладық. Көреміз ки, шеер не қадар женюбке яқын олса, меселелер чезілуіне мерақ о қадар азжа. Качеля служи, конечно, живописнейшие. Гольчигнен салынғач манзарасы элбет ажайып. Алушта azbarlarının meseleleri bir-birine oşay. Bozuk yollar, bala meydanları ve diğer infrastruktura olmağanı, tamir etilmek gerek binalarının beti, podyezdleri ve damları. Bu ise da bir çok katlı ev. Suf akkızgan boruğa aluştalılar Kırım'nın ekologiya nazirine Olga Slavgorodskayaga şikayet eteler. Meseleni birden çizip oldular. Они разных диаметров. Оларның диаметрлері farklı бір-біріне келешмей. Ve анда ершей сық алда yolға ақа бір şey yapmak mümkün mü? Bunun 100% biz uğraşacağımız. Bir kunde çizilmegen meselelerini defterge yazıp alalar. В целом состояние более-менее. Umumen alganda vaziyet bir karar normal derecede. Biz bulungan yerde gelecek sene teritoriya badanlaştırılacak. Umumen vaziyet pozitif. Çalışmak için iş var. Men belesem bu problemni operatif şekilde çözerler. Aluşta azbarları bakıp çıkılgan son Kırım yolbaşçısının müşavere geçirilecek. O zaman şehrin episi meseleleri suzakere etilecek ve neticeler çıkarılacak. Davut Çakalov, Versin Fukala, Millet için Aluşta.
Алушта меморлары Қырым назирлерінен бер меселелер жедвелінет шекіллендірген вақыт керічте енді ревизиялардан соң хаталар үстінде ішке чырыле. Тапылған меселелердің үштен бір пайы чезілді. Телевизион тақымымыз о объектлерде болынды, вес акенлерінің оңайтлығыны көрділер. Бұақ Талев қамызда. Керич миллионларнен туристлерні қаршылай веозғара. Шының үшін бұл шәрге шымды о қадар диққат айрыла. Назирлер тешкірулері тамам қараман шәрде башланмасы да бұңа бағлы. Екі афта девам еткен тешкіру кеті шатында 3000 меселе анық олды. Оларның чезілуіні шәрлелер еллар жебекледілер. Конкрет мүддетлер қойылмады, амма біз өзіміз адамлар қатнамасыны оңайтлы япмаға тырышамыз. Емде иш не қадар тез япылса, о қадар яқшы. Бізде назирлер тешкерувлері кечкен сон подъездімізде базы бір шейлеріні темізлеп башладылар. Бұндан evvel бір шей ерінден қыбырдамайды, шымды япып башладылар. Сон не олажағыны көрерміз. Бұл сенді шақси меселенің чезілуідір, азбар абаданлаштырылуы. Бір ел evvelsi бұл ерде яшаған адамларға подъездлері янында қалдырым тошелді. Ама тыш қызметші мейліні доғры япмады. Назирлер бұны түзетмек керек деп вазифе қойдылар. Назирлер келген сон сакелер аллеяны деңіштірмеге әмде подъезні тамир етмеге істеділер. Шымда айны бұл ішлер япыла кырыш ерде тамират кечірле. 10 қатлы евнің 9-шы қатындаки квартираға алып барған коридорда дүлбер дегіл, ама тамират девам ете. Да бір ай evvelsi мұнда су біле көтеріліп оламайды. Крандан су вақы башлады, бұны көрген сон мен кранны тұтып оламамыз деп тұшынды. Егер юыны башласаң, ашағыдаки қатларда адамлар сувны қапатқан же беклемек керек ола. Тек о заман сув келе ве сен юына білесін. Шымды сен не олғанны сіз озыныз көресіз. Топеден ашаға түшкенімізден Казаков адына соғақтаки бұл мағазға келіп етеміз. Шерде бойлелер юзлернен. Ағач, пластик ведігер тұрмыш қалымтыларының центнерлеріні чөплікке чықармақ керек. Украина деверінден мында одун, яныжы мальземелер, пенопласт сақланыла. Мына көресізмі? Базы ерлерде кяғытлар ята. Вемескен сервислерінің күчінен эпісі евлер темізлене. Ревизорларға оңайтлы олсын деп керішінің бұтын территориясы 25 қысымға бөлінді. 1,5 бенге яқын евден назирлерге екі кере зияде меселелер açılды. Оларның бір қысмы енді ал етілді. Енді рақам 900 авалеге яқынлаша. Суаллер күн чезіле. Бойле чықыш мушаверелер пек мақсулдар олып деп түшінем. Мемориет бойле вазифелерні мебуслар корпусынен виджима шурасынен берабер чезмек керек. Шерде олған епсі меселелер чезілуіне Қырым Жұмхуриетінің ел башчысы Сергей Аксеновның авалесі бойынша 10 миллиард рублей айрылды. Керішні яқын 3 ел девамында девлет программасы черчевесінде абаданлаштырачақлар. Бұл вақытта азбар территорияларны тертіпке кетірмек планлаштырылды. Авалейлер бежірлуіне мұнда еллар дегілде айлар берілі. Ленуза Бурсейтова, Тарас Брезицкий, Саид Влиляев, Милет үшін Керіч. Бақчасарайның меркези район хастаханесінің терапия бөлігінде ковид хасталары үшін 60 койка ері açılды. Қызыл зонада 15 екім ве 30-дан зияде емшіре чалыша. Хастаханеге балалар ятқызылуы сықша раст келе. Омикрон хафлы тарафлары ақында Невбетекалев қамаз. Осман Сулейманов COVID-19 хастасы да доғрысы мында шымды башқа диагнозларнен түшкен хасталар yok. 68 яшлы еркішіні юксек сыжағы иле түневін геже Бақчасарайдаки меркези район хастаханесіне қойдылар. Еркішіге авая түшмей. Весь ночь дышал. Ну, сейчас уже немножко добавился кислород в крови. Бұтын геже нефес алдым. Мында шымды енді біраз ава қошылды, еңгілже олды. Шымды алым бір қарар. Сыжағымда тұшты енді 37. Қан басымы да көтерілген еді, шымды ода тұшты. Шымдылық әрші яқшы, бұндан бұ яғы не олажағы белі дегіл. Татьяна Китушкинаны есе әжеле ярдым машинасынен Ахметшіттен еткізділер. Хастаханеге ятмақтан бір қач күн евелісі ona яшаған еріндекі поликлиникада пневмония диагнозы қойылған еді. 3 күн қыз евде тедавиленді, ама алы еңгілешмеді. Вообще очень рада, что попала именно в эту больницу. Асылында тамамшу хастаханеге түшкеніме пек қуванам. Ирдайым бір кімселер келіп тұралар. Тешкерелер, сатурацияны өлчейлер, бақалар. Яни сен хасталықнен бір озын қалмайсын. Февральның 4 күні Бақчасарай меркези район хастаханесінің терапия бөлігіні ковид-госпитальге чевірділер. Бұл ерде 60 койка ері açılды. Олардан 40 ер балалар үшін ве 20 ер бұйыклер үшін. Невбетче кемлер ішке ертеже келелер, чүнке бөліке етіп бармақтан евел чоқ шейіні япып етіштірмек керек. Бірінші Невбетте элбет санитар ноқтасындан кешмек ве вирустан құрчалаған урбаларны кеймек. Ковид бөлігі бұл хастахане ішінде бөле бір хастаханедір. Мұнда әрі кіріш, қабулхане бөлігі бар. Шымды ковид госпиталінде 4 бала ве 9 бұйық адам
тамте давиление. Поступили они в течение этих выходных дней. Бу хасталар ратлык күнлері девамында еткізілді. Оларда интоксикация синдром қайды тілі ве беден сыжағы көтерілі. Оларның алларының ағырлығы зиядеже тамам интоксикацияға бағылы. Ғайет ағыр дәрежеде нефес етішмемезлігі бір кімседе тапылмады. Кызыл зонада 15 шеким ве 30-дан зияде эмшіре чалыша. Коронавирусның омикрон адлы яны штамы эвелькілерінден көреті жейуқа. Летальности, слава богу, не было, пока нету. Олілер шымдылік олмады, ағырлық орта дәрежеде. Ағыр хасталар чоқ дегіл, егер дельта штамнен қиясласақ шымды экселіп башлай. Омикрон біраз еңгілже кече, адетінче юксек сыжақ ола, пневмония сирек раст келе, амма ола. Тамам шу вақыт хасталар бізге ятқызыла. Керек олса Бақчысарай хастаханесінде коронавирус хасталары үшін койка ерлері 300 геже артырыла біле. Айша Шулакова, Севиля Меметова, Алим Сейдалиев, Милет үшін Бақчысарай. Қырымға триллион рублейлік ятырым жел петмеге ниетленелер. Жұмхуреттен Кешав корпорациясының яңы ребері Даниил Педаев огыне бойле вазифе қойды. Эвелері о буйдареде баш мудерның мавины вазифесінде чалышайды. Корпорация бүгінгі күнде 225 инвест проектны алып бара. Білдірілген ятымларының умуми көлемі 223 миллиард рублені тешкіл ете. Сергей Аксеновның авалесі бойынша Жанкойде индустриал парк яратылды. Бұл Қырым Жұмхуриеті территориясында ilk девлет паркыдыр. Музакерелер кечірілді. Якын вақытта резидентлер анда өз истисалларыны ерлештірілежеклер. Чоқтан чоқ иш ерлері ачылажағы бекленіле. Бұл Жанкой районы ве умумен Шимали Қырым ичун муимдыр. Корпорацияның эвелкі ребері Дмитрий Ворона Қырым Жұмхуриеті елбашчысы Сергей Аксеновның мәслихатшысы вазифесінде бұл ішні девам етежек. Жұмхуриетте араб мемлекетлерден иш адамлар ейтіні беклейлер. Олармен Қырым мақсулатыны четелге сағмақ мевзусы музакире етілежек. Біз четел адамларны давет етік 22 араб мемлекетінің векілі. Олар бізге реверс бизнес ішінен кележеклер. Мында истисал етілген мақсулаттың кефетіні, Қырымда истисал етілген маллар дүниядaki юксек стандартларға уйғын олмасыны оз көзлерінен көрсінлер. Тек ковид сыңырланувлар лягу етілмесіні беклейміз. Араб мемлекетлерінің бизнесменлері ковид сыңырланувлар себебінден имкан пейда олғанынен март-апрель айларында бізге келмеге азыр олғанларны тасдықладылар. Ахмеджетте яқын ерде жойылған 10 яшлы қыз балалар тапылды. Олар сағлар. Бұл ақта Қырымның февкуляде вазиетлер назірлігінің матбуат қызметі хабер етті. Хатырлатан февральның 6 күні Дарья Анисимова ве Надежда Веретейника Орда көйіндегі интернат мектебінден қачтылар. Қайда кеткенлері белі гөледі, құртарыжылар Байрақлы дағындан Суйнажи көйнежі территорияның бір метріні бақып шықтылар. 5 саттен соң қызларны Салғыр өзені янында таптылар. Құртарылғанлар балаларға тіббей ярдым керек олмады. Ахмеджет микрорайонның сакинлеріні yollarының вазиеті ве мерkezleştirilген канализация олмағаны ратсызлай. Ве бұндан соң жедвел бойынша мектеп ве бала бақшасы керек. Шерінің мемуриеті бұл меселер ақында хабердар, соқақларының бір қысмы бұлтыр тамир етілген еді. Бұл сенеге де планлар бұйук. Мевзуның девамы бізімлев қамызда. Ocақта атеш яна. Бұл сабалық емегіне дазия де лезет қоша. Абдуллаевлар қорандасында саба бойле башлана. Софра башында шу күнге олған планлар ақында субет кете. Нияра ханым торыныны мектепке озғара. Йол яқын дегіл. Емде аяқларың тая. Бірдане мектеп автобусы бар. Әркезін заманы оға келішме. Мисал чын торынымын дәрслері саат 10-да башлай. Автобус келішме. Қайтқанда да келішме. Чоқсы адамны келішме заманнары. Onun için kaynalar 3 tane пересадканен кетелер, ona da topemizde yaşaganlar 3 kere bir avtobustan kelelер bazarga kadar sonda mında gelel o yağına da bir avtobusga minip. Ebet балларга o бек кыйын меселе. Бойле вазиетте демір ат олмақ керек, тамам о құртара біле. Риза Османов торыныны мектептен алып қайтмаға азырлана. Қолайсыздықлар гараждан башлана. Мында люклар арасында yol тапмаға үшін қабилиет керек. Сөз сұрасы шиналарнен оларны сакинлер өзлері қапаттылар. Хавсыз олсын деп. Бұл менімже микрорайонымыздың ең мушкул соқағы. 91 сенеден бір шей япылмады десек олур. Өзіміз күчіміз олғаны қадар чақыл төкеміз. Камазларнен топрақ
ташыймыз. Біз топрақ бузлу олғаныны көреміз. Вемеселе де ойле мушкул көрінмей. Амма ава біраз қызып башласа, соқақ yollarından қар, суф ершей ақа, азбарларға ақып кіре, улуқлар yok. Бір меселеден башқасы пейда ола. Біріншіден, бұл антисанитария. Азбарда черкев чоққорлары бар, бұл канализация ниет çalışып башламасы истердік, әмді коммуникациялар бізде бар. Амма оны çalıştырмақ бір себеп бардыр, біз білмейміз. Шер мемориятінде Ақмешітнің епсі меселелері ақында бөлейлер. Соқақларының бір қысмы былтыр тамир етілген еді. Бұл сенеге де планлар бұйық. Канализация бойынша 2021 сенесі девамында бұйық иш yapıldı. Украина деверінде қорылған қысым Cumhuriyet'nin балансына алынды. Ve гражданларыны бұл системаға қорамақ үшін енді вада Крыма девлет унитар мөсесесіне кечіріле. Бұндан да ғайры кечкен сене канализация қысмы құрылып бітті. Ve бұл ал бізге ел құручылығыны планлаштырмаға имканлар ача. Акимет мектеп те олacak, балабақшасы да олacak деп сөз бере. Мектеп үшін сметаны былтыр яңыдан көзден кечірділер. Құручылық кетішаты контроль етіле. Леноза Бурсиитова ве Алим Сейдалиев, миллет үшін. Ақшай қасабасында 28 bin адамға қызмет көстерген район хастаханесінің капиталь тамираты девам ете. Тіби мойседе алып барылған ішлерге яңы тібби донатмаларға ве мақсадлы программа черчевесінде 20 фельдшер эбанай ноқтасы құрылмасына 1 миллиардтан зияде рубль айрылды. Шымды бұл іш насыл басамақта бұлынған ақында да Чахалов біле. Алла Кошлер хастаханеде 35 yıldan ziyade çalışa. Bu bina kurulganından berli demek mümkün. Бір хастанен шахсен таныш. Onun közleri o günde hastahane denişe. Eski binada elbet çalışmak pek оңайтлы дегіледі, чүнки бізде яңа екемлер пейда ола. Одалар есе етішмей, біз үміт етеміз ки бізде мұнда ерше яқшы олыр. Яңы донатма олыр, хастахани деңішер, ве ем қасабаның сакинлеріне емде хадимлерге çalışmak оңайтлы жа олыр. Хасабадаки хастаханені 1983 sene қоланып башладылар. Капиталь тамират мында іч olmadı. Шымды ішлер кечірілгеніне бақмадан тибби мөсесе хасталар қабулыны девам ете. Біз поликлиника бөлігінде, стационар бөліклерінде бірінші ярдым көстереміз. Хастаханеде епсі қызметлер çalışа. Лабораториядан башлап, неврология, терапия ве гинекология бөліклеріне же. Екімлер çalışалар. Ақшейх районының сакинлеріне тибби ярдым көстерілмесі үшін тырышалар. Ишлер сағлық сақлав девлет мөсеселерінің модернизациясы адлы идаре мақсадлы программа черчевесінде алып барыла. Умумен Ақшайх районына бұл программа бойынша 1 миллиард рублейден зияде пара айрылды. Бұл малиеге хастахане тамир етілежек, яны донатмалар сатын алынacak. Веда 20 фап ноқтасы құрылacak. Хастаханенің бинасы тамир етілівінден ғайры она қаршы территорияда ешіл өсімліклер сачылacak. Бинанын умуми мейданлығы 7000 квадрат метрні тешкіл ете. Шымды 5 қатлы корпусының ярысында тамират кече. Март айында ишлер екінші қысымда башланacak. Хасталарны есе енді янартылған бөлікте қабул етежеклер. Тыш қызметші яқшы çalışа. Объекті 54 адам ве техниканың 2 нұсқасы çalışа. Бинаның бір ярысында ишлер екінлевге яқын. Қапыларны беклейміз ве бұндан соң 5-ші қаттан ашаға түшмек мүмкін olacak. Әршей график бойынша кете. Контракт 2 yılға тізілді. Дауд Чахалов, Алиса Мединов, Миллет үшін, Ақшайх районы. Қырымда қыш ичкері қайтмаға істемей, февральның 8 ве 9 күнлері ава бозылачағы илан етілді. Күчлі еллер ве қар яғмасы бекленілі. Мұхберіміз Сусана Садыкова гидрометцентр мерkezінде болуна, о бізнен жанлы бағда. Ассаляму алейкум, Леноза. Бүгін Ақмешжі сакинлеріні күнеш құландырды. Ама яқын вақытта бөлі аяқшы ава еріне Қырымға кене аязлар қайтачақлар. Бақта гидрометеорология ве трафтаки мұйт мониторингі бойынша Қырым идарелігі мудирінің муавины Татьяна Любецкая тариф етті. Келі насуны зенлейік. Қыш мепсімінде мұйт хаотик. Талық хава еріне суық келе, яни Cumhuriyetimiz территориясына талық фронталь қысым келе. Шунын üçün ава дынышыжы. Шунын üçün ярын да невбеттекі суық қысым ярымадаға келе. Күндіз ве гече яғмырлар яғачақ. Ен күчлі ғанақлар женюби тарафларда ведағларда, шарқы ве меркези районларда. Ақшам яғмур қарға чеврележек, ел күчлешежек. Февральның 8-9 кечер гечесі шымали ғарби ел есежек. Оның сурятты санеде 15-20 метрге жетежек. Гече ве күндіз 3 ве
8 градус sıcak. Fevral 9 gecesi ayazlı olacak. 0,5 gradus soğuk gece ve 0,5 gradus sıcak kunduz. Fevral'ın 10'undan başlap hava tınçlana. Bizde siklonga karşı hava olacak. Yani yağanaklar toktay, hava harareti dönüşecek. Gece 2 gradus soğuktan 2 gradus sıcak kaçı. Kunduz en ziyade 10 gradus. Umumen alganda hava tınç. Bunu fevral pencereleri dep sayganlar var. Şimdilik bu mende olgan malumat. Studiya. Sağ ol Susana, bu noktada yekünleyimiz, biz ile olыңыз.